Саламатсыздар, қымбатты оқушылар. Құдай қаласа біз 1055-ші нұсқаны бүгін бастаймыз. Кезекті нұсқамыз 1055-ші нұсқа. Бұның берілген Telegram каналда тұр, иә? Физика оңай деген. Сол жақтан аластырғы берілген. Оңай. Окей. Telegram каналдағы аты. Енді бірінші есепті қарастырайық. Түзу бойымен бір-біріне қарама-қарсы қозғалған бірінші және екінші автомобильдің жылдамдықтарының модульдері V болса, бірінші автомобильге қатысты екінші автомобильдің жылдамдығы. Так. Бұл жерде екі машина бір-біріне қарама-қарсы келе жатыр. Вот так. V жылдамдықпен, мынауда турасындай V жылдамдықпен. Енді бұл жерде қараңыздар, модуль деп айту себебі, мынаны айту себебі болар. Біреуі бір-біріне қарама-қарсы болса, негізінде біреу минус болады. Бірақ модулді қарасаңыздар екеуінен бізде плюспен шығады, иә? Ал салыстырмалы жылдамдықтар бұл кезде табу үшін салыстырмалы жылдамдықтар бір-біріне қарама-қарсы болатын болса, оларды просто қосамыз. V плюс V. Тең получается бізде 2V шығады. Бірде жауап С. Екінші ғарыштық жылдамдық берілген ғарыш кемесінің қозғалыс траекториясы. Бірінші ғарыш жылдамдық білеміз, иә? V1 тең не? 7,9 километр сағат жазып оқайын, ол кезде шеңбер болады, немесе 53 болады. Екінші ғарыш жылдамдық бұл 11,2, ол кезде 11,2 километр секунд. Ол кезде бізде парабола болады. Парабола бізде бұлай, бір жағынан қисаятты. Үшінші ғарыш жылдамдық қанша? 16,7 или 16,2. Не помню. Бұл кезде күрделі траектория болады. Вот, возможно, вот так. Ну, неге ұқсайды, бірақ әртүрлі болады. Так, бұл бізде бізге керегіне екінші ғарыш жылдамдық. Сондықтан бізде жауап 11,2. Так, парабола деген жауап бізде Е болады. Кеттік ондай болса, үшінші сұрақ. Үшінші, төртінші сұрақ қарасақ. Күшпен әрекеттің күш дейді, және әрекет ету уақытының көбейтіндісі. Бұл әрине олар импульсі. Импульсінің екі теңдеуі бар. Біріншісі дене импульсі, ол МВ, ал күш импульсі дегеніміз FT. Сондықтан жауап FT болады. Бұл күш импульсі жауап В болады. Төртінші сұрақ қарайық. Тұрақты қысымда дейді. Қысым тұрақты екен, P константа болады дейміз. Болды. Температура дельта тарған кезде зат мөлшері нью болатын газдың жұмысы дейді. Енді газдың жұмысы и так білеміз, иә? P дельта V. Неге P керек, дельта V керек, та? То есть көлемнің өзгеріс керек, бірақ ол бізде ондай жоқ. Сондықтан біз мына теңдеуді еске түсіруіміз керек. Идеал газ теңдеуін еске түсіреміз. Идеал газ теңдеу PV тең нью RT. Немесе дельта болатын болса, мұнда да дельта болады. Сол үшін мынаны теңестіріп аламыз. Не болады? Нью R дельта Т. То есть газдың жұмысы тең болады нью R дельта Т-ға. Сонымен жауап бізде А болады. Тұрақты қысымда деп тұр, болды. Кетті ондай болса, келесі номері 5-ші және 6-ші сұрақтар қарасақ. 5-ші сұрақта не дейді? Идеал газдың ішкі энергиясына анықталатын өрнек. Бірақ бір атом дейді. Енді атом санына байланысты өзгереді. Егер бір атомды болатын болса, ол ішкі энергия 3 бөлінген 2 нью RT болады. Ал 2 атомды болатын болса, білесіздер, 5 бөлінген 2 нью RT болады. Есептерді осы келеді. Бізде бір атом деп тұр, сондықтан мына жауап болады. Ол бізде нью RT. Жауапсы. 6-шы, ауаның салыстырмалы ылғалдылығының өлшем бірлігі. Ауаның салыстырмалы деген фи, ол ро бөлінген ро қаныққан, көбейтілген 100%. Көрдіңіздер ме? Пайыз тұратын болса, бұл жерде процент болады демек. Немесе екінші теңдеу бір қысымға байланысты. П бөлінген П қаныққан, турасында көбейтілген 100%. Сондықтан жауап Е болады. Кеттік. 7-ші есеп. 7, 8, 9 ба? Окей. 7-ші есепте не дейді бізде? Электр қозғалтқышының қуаты берілген. Мынау қуат. Ол П деп аталады. П тең 3 киловатт. 3000 ватт па. Осы жерден ток күші берілген.
Қанша? 12 ампер. Енді бізге табу керек 12 амперні. Кернеу. Қуаттың теңдігін білесіздер. Қуат тең I көбейтілген U. Кернеу табу үшін просто қуатты бөлесіздер неге? I-ға. Есептейік. Тең. Қуат 3000 бөлесіздер 12. Сол кезде бізде шығады қанша? 250 шығады. 250 шығады. Бұл жауап Б. Сегізінші есеп. Магнит ағыны. Магнит ағыны деген не? Миллисекунд деп тұр, сондықтан бұл Т берген. Т дегеніміз 5 көбейтілген 10-3 дәрежесі секунд. 9 милливеберден 4 веберге дейін кемейтін контурдағы индукцияның электр қозғаушы күші. Магнит ағыны беріп тұр екен. И 1 тең 9 10-3 дәрежесі. И 2 тең 4 көбейтілген 10-3 дәрежесі деп тұр. Енді электр қозғаушы күші магнит индукциясы үшін онда дельта F бөлінген дельта Т. 9-дан 9 көбейтілген 3 дәрежесін азайтамыз. 4 көбейтілген 10-3 дәрежесін жақша ішінде бөлеміз астында 5 көбейтілген 10-3 дәрежесін. Есептейтін болсаңыздар 1 шығады. Жауап 8-де А болады. 9-да төмендегі химиялық элементтердің бірнеше қатары берілген, олардың ішінде изобаралар. Изобара дейтін болса, берілген астың үстіңгі сандар көріп тұрсыздар ма? 235-92, 238-92 деп тұр. Осылардың нелері бірдей болады бізде? Бізде астыңғы мәндері бірдей болады. Жоқ, үстіңгі мәндері бірдей болады. Не, 40 пен 40 бірдей қойды. Сондықтан бізде жауап тек изобара дұрыс. 9-шы есепте жауап көрінбей тұр. Изобаралар жауабым болсын, 9. Дұрыс қойды. Жауап изобарада үсті бірдей болады. А болады. Қаты жазып көттім. Жауап кодтарын тексеремін сол кезде. Дұрыс шықпай болды. Кетті ондай болса. Номер 10-шы есеп. Номер 10-шы есепте 1054-ші нұсқада талдағанбыз, е. Салыстырмалы ылғалдылықты табу үшін бұл жерде бірінші берген аз қысымды, ой, бұл не екен ол? 18 градус деп қойды, 18 градус пен 20 градус берген. 18 градуста қысым 2-де 7, 2,7-ні бөлеміз неге? 20 градустағы қысымға 2-де 33-ке, немесе азды көпке бөле саламыз, кәне 100%-ке көбейтеміз. Сол кезде айтқанымыз 89% шығады деп, е. Кейбір есептерде 16 мен 20 береді. Ол кезде 1-де 81-ді бөлесіздер қаншаға? 1-де 81-ді 2-де 33-ке бөлесіздер. Біздің есепте 2-де 07-ні 2-де 33-ке бөлдік. 11-ші есеп. Кітаптың массасы 500 грамм. Столдың биіктігі 80 см. Масса 500 грамм деген ол 0,5 килограмм. Биіктік дегеніміз 80 см. Бұл 0,8 метр болады. Сөзге және еденге қатысты кітаптың потенциалдық энергиясы. Енді стол болатын болса, столдың үстінде кітап жатырды. Кітап қарайтын болсақ, столдың бетінде жатқандықтан, ол жақта биіктік жоқ. Сондықтан столдың бетінде біріншісі 0 болады. Яғни биіктік жоқ болғандықтан. Ал екіншісі столдың жермен салыстырғанда 0,8 метр биіктікте тұр. Бұл кезде потенциалдық 2 mgh деген 0,5-ті көбейтесіздер 10-ға, көбейтесіздер 0,8-ге. Сол кезде қанша шығады бізде? 4 шығады. Жауап да. То есть, потенциалдықты жазбай қойын деп ойлағам, жазсайын. Потенциалдық білесіздер, mgh деген болды.
12-ші есеп. 12-ші есеп көрінбей тұр. Давайте. 12 мен 13 бар екен. Қарастырып жүрейік. Массасы 100 грамм, дене 30 метр секунд жылдамдықпен жоғары лақтырылғаннан кейін 3 секундта оның потенциалдық энергиясы. Бұл жерде негізі екі түрлі тәсілмен шалуға болады. Сіздерге қайсысы ыңғайлы болар екен? Біріншісі, ұшу уақытын тауып алсаңыз болады. V0 бөлесіздер G-ға, ол кезде қанша шығады? 30-ды бөлесіздер 3-ке. Сол кезде 10 секунд. Да? Нет. Да, нет, да. Бұмен шығарсам ұзақ кететін сияқты да. Лучше давайте энергия толықпен шығара салайын. То есть мына жерде жер болсын. Жерден шығайын деп жатыр. Бастапқы жылдамдықпен, бастапқы жылдамдығы какой-то 30 метр секунд жылдамдықпен. Вот, осы жерде энергия толық сағатын болсам, энергия толық, энергия потенциалдықпен, энергия кинетикалықтың қосындысына тең болады. Бұл жерде тұрғандықтан энергия потенциалдық бізде әрқашан жерде 0-ге тең болады, ал кинетикалық mv квадрат бөлінген 2 болады. mv квадрат бөлінген 2. Оны есептейтін болсам, m дегеніміз қанша? 100 грамм ғой, 0,1 килограмм. V дегеніміз 30, 30-ның квадраты 900 бөлінген 2. Сонда номинал қысқарып кетеді. Ошын 45 жол болады. Яғни, бастапқыда мына жерде ұшайын деп тұрған кезде 45 жол толық энергияға ие болды. Енді жоқ, потенциалды энергияны сұрап тұр екен ғой да. Онда бұны табудың қажет жоқ негізінде. Оны ашты сала саламыз да. Sorry, балалар, мен басқа нәрсені істеп кеттім. Так, бізге мен кинетикалық сұрап тұр екен, 3 секундтан кейін потенциалды энергияны сұрап тұр екен. Ондай болса, ол вообще потенциалдық mgh дейміз. Масса бар бізде 0,1. Қанша бар? G бар 10. Тек ашқаны жоқ. Ашты табу үшін бастапқы жылдамдық бар болғандықтан V0 минус J квадрат бөлінген 2-ге салсамыз. V0 деген 30, көбейтілген T дегеніміз 3 секунд минус 10 көбейтілген 3-тің квадраты 9 бөлінген 2. Получается 90, 90-нан азайтамыз 45-ті, 45 қалады, 45 метр. Көбейтесіздер 45-ке. Все, бұл жерде 45 жол шығады өзі. Жауап осы. Жауап да. Номер 13-ші есеп. Изохоралық процесс. Изохорада білесіздер, көлем өзгерісі болмайды. Яғни көлем тұрақты болады. Көлем тұрақты болса, дельта V тең 0-ге тең. Ішкі энергия мен жұмыс дейді. Бірінші ішкі энергия тең неге тең? Дельта U бөлінген 3 бөлінген 2 нью RT. Ал общий теңде Q тең U плюс A, дельта U плюс A. Енді изохораны просто жаттап алсаңыздар, ішкі энергия ол кезде берілген жылу тек қана ішкі энергияға кетеді, жұмысқа жұмсалмайды, жұмыс 0-ге тең болады деп жаттап алсаңыздар да болады. Сөйтіп жауапты дж қайсысы? Ішкі энергия так. Жауапсыз ғой 13-те. Так. Екіншісі былай шығарсаңыздар да болады. V константа болатын болса, ішкі энергия өзгермейді. Көлем өзгермейді, көлем өзгермесе жұмыс 0-ге тең болады. Потому что A тең V дельта V ғой жерде. Дельта V. То есть дельта V и так 0-ге тең, сонда P көбейтілген 0 болады и 0 шығады. Сонда газға берілген жылу қанша? 4 көбейтілген 10 дәрежесі. Ол толығымен ішкі энергияға кетеді. 4 көбейтілген 10 дәрежесіне. Ал жұмыс 0-ге тең. Сонда жауап бізде С шығады. Немесе просто жаттап аласыздар. Изохоралық процесс кезінде. Так, не болады? Ішкі энергияға жұмсалады энергия. Ал жұмыс 0-ге тең болады. Номер 14-ші есеп. Номер 14-ші есеп кешегі 1054-ші нұсқада да шығарғанбыз, егер көрген болсаңыз сабақта. Бұл жерде конденсаторның сыйымдысы айнымалы тоқ тізбегінде кедергісі X. Яғни конденсаторның кедергісін білеміз. 1 бөлінген омега, 2 пи омега деп жазайын, давайте. Қанша? Омега көбейтілген С ғой. Осы жерден просто омеганы ашу керек. Ашып жазу керек.
Сол жерде не бар? Бізде жиілік бар. Өйткені бізде толқынның жиілігін сұрап тұр ғой. Мынау белгісіз болып тұр. Вот. И бір бөлінген не болады? Омега дегеніміз 2π көбейтілген нью дегенді мысалға былай жазайын да көк светпен. И ары қарай жалғастырамын. С бар. Осы теңдеуден мына ньюді шығаратын болсам, енді бұны шығара алатын шығарсыздар да, нью қара жұмыстар қарай. Ну, бір бөлінген 2π ортаға x түседі, мына жаққа с-ны жазып жіберсем болады. Сонда жауап бізде в болады 14-те. Дұрыс қой? Да, дұрыс сияқты. Окей, кеттік. Номері 15-ші есепте бөлмедегі құрғақ термометрдің. Бұны да кесе шығарып көрсеттім, балалар? Бөлмедегі құрғақ термометрдің көрсетуі. Құрғақ термометр. Жазайын ба? Құрғақ деп. Құрғақ термометр қанша? Бізде 24 Цельсий градусты көрсетіп тұр. Ал сол кезде салыстырма ылғалдылық 69%. 69% көріп тұрсыздар ма? Ол қай жерде тұр? Міне тұр, 69% деген. 69%-ның үстіне қарайтын болсақ, тағы да 4 деп тұр. Бұл 4 ненің белгісі? Құрғақ пен ылғалдың айырмасы. Яғни ылғалды айырамыз. Ылғал. Құрғақ пен ылғалды айырмасы қанша деп тұр? Бізде 4 деп тұр. 4. Мына жерде температура белгісіз құрғақтікі, сонда мына 4 шығады. Енді ауызша шығара саламыз. 24-тен т-ны азайтсақ 4 қалатын болса, т деген қанша демек? Т деген просто 20 деген сөз. 24-тен 20-ны азайтатын болсақ 4 қалады. Окей, жауап С болады. Мына жерде әртүрлі проценттер бола береді. 69%, мысалы 43% болса, онда құрғақ пен ылғалдың айырмасы 8 деген сөз. Окей. Алда өткізейік. Так, кетті қойды. Жақындатайын. Мынау кешегі есеп екен. Так, тағы да шығарып көрсетейін, егер өткен нұсқаны көрмеген болсаңыздар. Бұл жерде ауадағы салмақ берілген. Салмақ тең 7,8 ньютон. Осыны пайдаланыстар да нені табыласыздар? mg екенін білесіздер, салмақ тең mg ғой. m табаламыз. m деген неге тең, сонда f бөлінген g-ға тең. Получается, m тең болады 7,8-ді бөлесіздер қаншаға? G-ға, 10-ға. 0,78 килограмм шығады. Массаны тауып қойдық. Заттың массасын тұрған. 0,78. Енді қараңыздар. Бұл жерде бұлай болады. То есть, ауадағы салмағы 7,8 ғой. Ол суға салған кезде жеңілдеп болады. Себебі судағы Архимед күші бар бізде. Архимед күші бізді көтеруге көмектеседі. Демек, суда жеңілірек болады. Бұлайша өмірде көруге болады, ауада тұрған кезде, сыртта тұрған кезде сіз қасыңыздағы досыңызды көтере алмайсыз. Бірақ судың ішінде оп-оңай көтеруге болады. Немесе тасты. Ауада ауыр тас болса, оны көтере алмайсыз, бірақ судың ішінде ауыр тас болса да оны көтере аласыздар. Бұл демек, мына жақтан суға батырған денеге Архимед күші көмектеседі деген сөз. Бізде осы Архимед күшін тауып алуымыз керек. Архимед күші бізде F, ρ, G, V. Бұл жерде ρ деген сұйықтың тығыздығы, G, V деген дененің көлемі, батқан дененің көлемі. Егер толығымен батса, толығымен аласыздар, жартылай батса, жартысын аласыздар. Яғни батқан бөлігін ғана аласыздар да. Енді ρ сұйықтық бар бізге, судыкі ғой. ρ деген мың. Да, ρ-ны жазайын. G деген итак тұрақты, 10. Көбейтілген V дененің көлемі керек. Вот, көлемі жоқта, проблема осы жерде. Енді көлемді не істеу үшін, мына жаққа бетейін. Так. Дененің көлемін тау үшін не істейміз? Дененің көлемін тау үшін ρ-ның теңдеу қолданамыз. ρ тең m бөлінген v. Осы жерден v-ны табатын болсақ, так, v тең не болады? m бөлінген ρ болады. m деген заттың массасы, ρ дегеніміз заттың тығыздығы. Судыкімен шатастырмаймыз, Ну, получается, орнына қоямыз. Просто масса дегеніміз 0,78 шығарғанбыз, Ал 7800 деген, міне көріп тұрсыздар ма? Бұл заттың тығыздығы. 7800 болады.
И осы күйінде қалдыра салған дұрыс, өйткені қысқарып кетеді да. Орнына апарып қоямыз, көлемнің орнына. Мына көлемнің орнына мынаны апарып қоясыздар. Сол кезде получается 0,78 бөлінген 7800 болады. Осы жерден есептейтін болсақ, міне 2 0 мен 2 0 қысқарып кетеді. 2 100-ді 0,78 көбейтетін болсақ, бізде 78 шығады, 78 қысқартамыз, сол жерде 1 шығады. Бізде 1 деген нәрсе шығады. Үлкен деп жаздым, 1. Демек 1 ньютон Архимед күші. Енді қараңыздар. Архимед судағы салмағы, ауадағы салмағы 7,8 болса, демек суға 7,8 күш түсіп тұр. Бірақ Архимед күш көмектеседі. Қанша ньютон күшпен? 1 ньютон күшпен. Демек, мына жерде серіппеге түсетін күш аз болады. Қанша аз болады? Оны табу үшін F серпімді күші тең дейсіздерді. Не істейміз? Әрине, салмақтан азайтамыз F Архимедті. Сол кезде шығады бізде. Архимед. То есть 7,8-ден азайтасыздар, 1-ді тең 6,8 шығады сонда. Жауап С. Окей. Түсінбесеңіздер, қайталап қарап көріңіздер. Окей. Номер 17-ші есеп. Бұл есепте қатты күрделі емес. Есепті түсіну керек бірінші. Осы мынандай ыдыста 20 Цельсий градуста су тұр. Вот, не су. Бастапқы температурасы тоннелевой бізде 20. Осыған какой-то бір қызып тұрған болатты салады. Слишком да өкет. Бұның бастапқы температурасы 460 тоннелевой. Осы кезде мына судың бір бөлігі буланып кетеді, сразу пыс ете қалады, білесіздер ме? Бір ыстық нәрсеге суды тамызсақ пыс ете қалады, сол тура сияқты. И мынау да пыс ете қалады, сол жерде біраз бөлігі буланып кетеді, и судың температурасы көтеріледі. Яғни салқын суға, 20 Цельсий градустағы суға 460 Цельсий градустағы затты болатты салып отырық, ойлаңыздар, су тез ысып кетеді, балар. Қайнап кетпейді, бірақ ысып кетеді. Осы кезде осы буланып кеткен судың мөлшерін табуымыз керек. Ол үшін былай істейміз. Жылу беруші, жылу алушыны теңестіреміз. Су жылу алушы ғой, бұл Q1 болады. Ал болат, Q1 деген бұл жылу алушы. Мынау болат не істейді? Өзінің температурасы жоғары ғой, жылуды беруші. Енді болаттың берген жылуын есептейтін болсақ, былай шығады. Болаттың жылу сыйымдылығы керек. Болат деп жазып қоямын. Көбейтілген болаттың массасы, масса болат, және температура өзгерісі. Ол 460 деп тұрды, суға салған кезде температура азая ма? Азаяды. Қаншаға? Ол айтып тұр мына жерде. Болатты салғаннан кейін судың температурасы 60 болды дейді. Демек, ол 60-қа дейін төмендейді деген сөз. 60 болды. Енді мына жағында судың температурасы көтеріледі. Мынау судыкі көбейтілген, судың массасы көбейтілген не болады? Температура өзгерісі. Ол бастапқы 20-дан 60-қа дейін көтерілді, сондықтан 60-тан 20. То есть температура 20-дан 60-қа дейін көтерілді. Оқысаңыздар, 20 Цельсий градустан неге дейін барды деді, 60-қа дейін көтерілді деп жазып тұр. Плюс болады мына жағында. Неге плюс болады? Өйткені судың бір бөлігі буланды. Мынау судың массасы. Так. Енді буланған судың массасын табу керек. Масса көбейтілген не болады? R болады. Яғни сулауды буландыру үшін MR деген жылу мөлшерін қолданамыз. То есть екеуін теңестіреміз. Осы жерден шығарамыз да көкпен жазуын көріп тұрсыздар ма? М шығарып аласыздар. М шығарып алсаңыздар. Так. СБ МБ көбейтілген 460 минус 60 болады. Азайтылған С судыкі, М судыкі 60 минус 20. Бөлеміз неге? R-ға. Енді орнына қойып есептеуге болады. Орнына қойып шығарайық сразу. СБ деген су, так, болатты қойды. Болаттықы 4200 емес, 460. 460 көбейтілген
Болаттың массасы бізде 3 килограмм дейді. 3 көбейтілген 460-ны азайтатын болсам 400 қалады. Минус судың С4200 көбейтілген судың массасы 2,8 литр дейді. Тек суда ғана сондай қасиет бар, қанша литр болса сонша килограмм болады. Бізде 2,8 килограмм болады. Айландырма қоямыз. 40-тан 60-тан 20-ны азайтсақ, әрине 40 болады. Осыны бөлеміз неге? R-ға. R деген міне тұр. 2,3 оның 6 дәрежесі. 2,3 оның 6 дәрежесі. Егер осыны есептейтін болсақ, бізде 0 қанша шығады? 0,35 шығады. 36 тайыз. Сол кезде бұл килограмм ғой. Грамм айландыратын болсақ, 35-36 килограмм шығады. Жауап С. 17 бітті. Арғай жылжиық. Олай болса. 18. 18 негізі қиын есептердің бірі, пайди. С-дан кейін есептердің бірі. Қазір көрсетемін сіздерге қалай шығару екенін. Так, бұл үшін мына кеңірек орта керек. Так, бұлай қарай жіберейін мынаны. Окей, тақта керек маған. Осы жерден тақтаны осылайсам, и ары қарай шығара беремін. Так, свет бізде сарырақ болсын ба? Давайте сары болсын. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар. Есеп шығарайық. Шығару үшін бірінші берілгенде жазып шығамыз. Индуктивтілігі L болатын катушкада тоққышы N есе артқан кезде магнит өрісінің энергиясы дельта U-ға өзгерді дейді. Катушкада магнит индукциясының өрісінің энергия бірді және тоққышын табу керекпіз. Энергия 1 деген бастапқы энергия. Ол ешқашан өзгермейді. Энергия 1 деп жазамыз. Сол кезде былай жазамыз. L I квадрат бөлінген 2. Мынаның қасында бәрінде 1 бар, оны жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Түсініп отырсыздар ғой, да, балалар. Сөйтеді да тоққышы N артады. Тоққышы деген қайсысы? Мынау. I квадрат деп тұр ғой. Квадраты бар, сол тоққышы, ол N артады. Сол кезде ол өзгереді неге дейді? Энергия 2-ге. То есть энергиясы өзгереді. L I-дың қасында N пайда болады. Көрдіңіздер ме? N артып тұр. И оны квадраттаған кезде N мен 1-ге квадраттаймыз. Бөлеміз 2-ге. Ну, получается қанша болады? L I квадрат көбейтілген N квадрат болады. Бөлінген 2 болады. Так, осылай қалдырамыз. Енді ары қарай мына көріп тұрсыздар ма? Дельта U дегенді энергия өзгерісін табамыз. Энергия өзгерісі дельта U деп аталады. Ол U2-ден азайтасыздар. U2 деген мынау, азайтасыздар U1-ді. U1 деген мына жерге қоясыздар. Орнына қояқ. То есть мына N-ді алдына шығарып жібереміз. Ешқандай өзгермейді. Көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтін өзгермейді. N квадрат L I квадрат бөлінген 2 деп жазсам болады. Ал энергия 1 деген басында тұр, L I квадрат бөлінген 2 болады. Енді теңдіктің екеуінен де қарап тұрсаңыздар, мынандай шаманы көріп тұрсыздар ма? Екеуінде де бірдей шама қандай тұр? Екеуінде де бірдей шама мынау тұр, болар. L I квадрат, L I квадрат деп тұр. Осында теңдіктің бір алдына өткізіп жібереміз. То есть жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бізде қалай болады? Дельта U тең болады. L I квадрат бөлінген 2 болады. Жақшаның ішінде бірінші теңдеуден N квадрат қалады. Ал екінші теңдеуде ешқандай нәрсе қалмайды, тек 1 ғана қалады. Осы жерден L I квадрат бөлінген 2 дегеніміз нені береді, балалар? Бұл бастапқы энергияны береді. Мына көріп тұрсыздар ма? Осы энергияны береді. Өйткені теңдеу сәйкес келіп тұр. Сондықтан бұны жазуға болады. Энергия 1 жақшаның ішінде N квадрат минус 1 деп жазуға болады. То есть L I квадрат бөлінген 2-нің орнына энергия 1 деп қойдым. Енді осы теңдеуден энергия 1-ді шығаратын болсам, ары қарай энергия 1 тең болады, не болады? Онда дельта U-ды просто бөлемін қаншаға? N квадрат минус 1-ге. Бұл жауап қарайтын болсақ, А жауапта бар, то есть С жауапта бар, Д жауапта бар.
Енді екіншісін табамыз, екіншісі бізге табу керек деп ток күшін табу керек деп. Екі нәрсе сұрап тұр бізге. Энергия 1-ді сұрап тұр. Энергия 1-ді таптық. Бұл кетті міне. Энергия 1 таптық. Енді ток күшін сұрап тұр. Ток күші қанша деп тұр, е? Ток күшін табамыз. Енді энергия 1 деген неге тең? Астына жазайын, қараңыздар. L I квадрат бөлінген 2 ғой. Осыны орнына қоя саламыз. Ал мына орында дельта, мына жағында теңдейдің екінші жағында дельта бөлінген n квадрат минус 1 болады. Осы жерден ток күшін көріп тұрсыздар ма? Ток күшін мен көріп тұрмын. Мысалға L I-дың қасында I квадрат бөлінген 2 тұр. Осыны теңдеуден шығаратын болсам, то есть I квадрат шығаратын болсам, 2 энергия бөлінген L көбейтілген шашқан үстінде n квадрат минус 1 болады. Түбір астынан шығаруды ұмытып кетпейміз. Себебі ток күшінің квадраты бар. Мына жауап бізде 2U деген бар ма? Мына жауап D бізде. Жауап 18-де D болады. Окей ма? Түсінікті болса, мен келесі есеп көтейін. Келесі есепте бізде ол да осыған ұқсас есеп. Сәл күрделірек есеп. Так, кеттік ондай болса. Нөмір 19 есеп. 19 есеп шығарған кезде былай істейміз. Айтарлықта қиындық жоқ, бірақ балалар көбісі түсінбей қалады, шатасып жатады. Ол үшін бізге линия керек. Вот, мынандай бірінші таяқша тұр, и оның көлеңкесі түседі. Көлеңкесі мына бағытта түседі. Көлеңкесінің түскенін қалай білеміз? То есть көлеңке былай түседі, көрдіңіздер ме? Түсіп тұр ғой. Вот. Енді мынау көлеңкенің биіктігі қанша метр? Бізде 1,1 метр. Мына биіктік бізде 1,1 метр. Ал мына биіктік бізде қанша метр? 1,3 метр. Бұл біріншісі берілген. Тура осындай не бар? Телеграф бағанасы бар. Бағана бірақ ұзынырақ. Вот так. Оның көлеңкесі де сәйкесінше ұзын болады. Енді айтады, егер не дейді? Так. Телеграф бағананың көлеңкесінің ұзындығы таяқшаның көлеңкесінен 5,2 метрге ұзынырақ болса, таяқшаның көлеңкесі 1,3 қой. 1,3-тен ұзын қаншаға? 5,2-ге. Демек 5,2-ні қосып берем. Сол кезде 2-ні қосатын болсаңыздар қанша шығады бізде? Так. 1,3-ге қосасыздар 5,2-ні. Сол кезде 6,5 шығады. 6,5 метр. Демек, мына көлеңкенің ұзындығы 6,5. Ал бізге табу керек, мына бағананың биіктігін табу керек. Яғни сұрақ белгісі осы жерде. Енді екеуі тік бұрышты, үшбұрыштардың ұқсас бұрыштар деп қарастырамыз, пропорция жасасынамыз. 1,1 метр таяқшаның ұзындығы 1,3 болса көлеңкесі. Ал X бағананың көлеңкесі 6,5 болады деп жазамыз. Сөйтіп пропорция орындаймыз. Осы теңдеуді пайдаланамыз да X шығарамыз. X шығаратын болсақ, былай X пен көбейтеді ғой. Так, X тең 1,1-ді көбейтесіздер 1,3-ге бөлесіздер қаншаға? 6,5-ге. Ой, жоқ, 1,5-ны қады жаттым ғой. Так, 1,1-ді көбейтесіздер 6,5-ге бөлесіздер 1,3-ге. Есептейтін болсақ, қанша шығады? 5,5 шығады. 5,5 шығады жауап. Сонымен жауап А болады. Түсіндір алдым ғой, да? Түсінсеңіздер, ағай түсіндік, рахмет деп жазыңыздар. Түсінбей жатсаңыздар, түсінбей жатыр, жота қиын болып жатыр деп жазып кетсеңіздер. Кеттік, номері 20-шы есеп. 20-шы есеп бізде теория екен. Теория болса да, бұл жерде түсіну керек нәрселер бар. Графикте дейді, тербелген контурдың 1 микросекунд уақытындағы нені табу керек? Энергия өзгерісін табу керек. Мынаны оқыған шығарсыздар, 1 микросекунд. Ол қай жерде тұр? Ол міне жерде тұр, да? 1 микросекунд деген міне жерде тұр. Осыны жоғары көтересіз. Стрелканы жоғары көтеретін болсақ, бұл нені көрсетіп тұр? Ток күшін 1 микросекундтағы ток күшін көрсетіп тұр.
ток күші максималға сәйкес келіп тұр, көрдіңіздер ме? Дөңестің төбесіне келіп тұр ғой. Ток күші демек максимал деген сөз. Тербелмелі контурда екі энергия бар. Біріншісі конденсатордың энергиясы. Конденсатордың энергиясы ол негізі СУ квадрат бөлінген 2 немесе Q квадрат бөлінген 2 с-ға тең. Ал катушканың энергиясы L I квадрат бөлінген 2-ге тең. Егер кернеу максимум болса, онда бүкіл энергия конденсаторда, ал ток күші максимум болса, ол катушкада. Мынау конденсатордікі, мынау катушканыкі, катушканың энергиясы. Енді ток күші максимум болып тұрға көріп тұрсыздар ма? Мынау бірінші нүктеде 1 микросекундта ток күші максимал дөңесте тұр, сондықтан бүкіл энергия қазір неде? Катушкада болады. Жауап: конденсатордың электр өрісінің энергиясы 0-ге тең, яғни мынау 0-ге тең болады, ал мынау керісінше болады, максимум болады. Егер керісінше катушканыкі максимум болса, минимум болса, онда конденсатордікі максимум болады. Жауап сонда бізде А болады. Катушканыкі максимум, конденсатордікі 0-ге тең. Окей. Енді келесі 21-ші сұрақ, бұл қандай сұрақтар? 8 жауаптық сұрақтар. Жылдамдықтың бағыт бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын толық үдеудің құраушысы дейді. Бұл жерде жауап негізі білесіздер, иә? Так. Шеңбер бойымен ғой, да? Жылдамдықтың бағыты болатын болса, бұл әрине центрге тартқыш үдеу. Сосын АВ квадрат бөлінген R, и потом нормал үдеу болады. То есть жанама үдеуде бар бұл жерде, жанама үдеу, бірақ сәл бағыты жағынан басқаша. Нормал үдеу мен центрге тартқыш үдеу бір-біріне тең, және олар бір-біріне қарама-қарсы әсер етеді. Так. Толық құраушылар болып, осылар табылады. Ал жанама толық құраушылар жатпайды. Просто жаттап аласыздар, хорошо? Келесі есеп. Номер 22-ші есеп. Ыдыстағы жабық ыдыс. Жабық ыдыс деген нені білдіреді? Осыны оқу керексіздер балар. Жабық ыдыс деген бұл жерде көлем тұрақты деген сөз балар. Көлем тұрақты болса, бұл изохоралық процесс. Изохоралық процесс кезінде Т1 бөлінген Т2 тең болады. П1 бөлінген П2-ге тең болады. Енді Т1 деген 27 Цельсий градус, оған 273-ті қосасыздар, көрсетірмін. Сол кезде 300 кельвин болады. Ал Т2 деген 27 Цельсий, оған 273 қосатын болсақ, тең болады қанша? 280 болады. 280 кельвин болады. Мынау бастапқы қысым П0 немесе П1. Мына теңдеуге қоямыз. Т1 бөлінген Т2, П1 бөлінген П2. Т1 бізде қанша болады? Т1 бізде, жазып қойайын да. Т1 бізде 300. 300 бөлінген 280 тең болады 75 бөлінген 75 мың бар, бөлесіздер П2-ні. П2-ні табасын болсаңыздар, ол жерде пропорцияны табасыздар, 70 мың шығады. 70 мың деген 70 килопаскал, немесе қайсысы 70 мың паскал, жауап F болады. 23-ші есеп. Жартылай өткіштерді, диодтарды пайдалану мақсаты. Бұның бір анықтамасы бар. Айнымалы тоқты тұрақты токқа айналдыру үшін. Диодтың сондай қасиеті бар. Келген ток қайтпайды, тойсы. Номер 24-ші есеп. Жартылай өткіштерде тұрақты тоқты тасымалдаушылар. Бізде металдарда электрондар болса, сұйықтарда оң және теріс ион болады. Газдарда кім болады? Газдарда электрондар мен иондар болады. Ал бізде жартылай өткіштерде қайсысы болады? Электрондар мен кем түктер болады. 25-ші сұрақ. Фокус аралы 1,25 линзаның оптикалық күші. Оптикалық күш деген D, ол 1 бөлінген F, ал бізде F беріліп тұр, сондықтан 1 бөлінген 1,25 болады. Бұл 0,8 шығады, 0,8 диоптрия болады. Ол жауап А болады. Басқа жауап жоқ. Келесі кеттік. Номері нешінші есеп? 26-ші есеп. Дұрыс қой? Аха, дұрыс. 26-ші есеп.
ит жеккен шана қар үстімен бір қалыпты қозғалып келе жатқан кезде жасайтын жұмысының үлкен күші F берілген, F екеуі. Ол 0,5 немесе 500 жол деген сөз ол. 500 ньютон. 0,5 килоньютон деген 500 ньютон, е. Енді табу керек екеуі коэффициенті берген 0,1. Иттің сүйрей алатын жүктің массасы дейді. Енді бұл жерде мынандай ғой. Екеуі күшін шабамыз. Екеуі күші дегеніміз нью м ж ғой. Осы жерде массаны шығарасыздар. Масса тең болады F бөлінген нью ж-ға тең. F берілген бізде 500 нью деген міне 0,1 деп тұр. 0,1-ді көбейтесіздер 10-ға. Сол кезде 1 шығады, 1-ді 500-ді бірге бөлесіз, 500-дің өзі шығады. Жауап 500 килограмм немесе 0,5 тонна болады. Жауап Ж. С. 27-ші есепте бөлменің ауаның температурасы 22 градус болса, салыстырмалы қалдық 75% құрайды. Ауадағы су буының массасы. Қысымы екен ғой. Бұл вообще оңай. Бағана айттым мен, салыстырмалы қалдық деген фигмен, өлшемдірек процентпен, бұл жерде П бөлінген П қаныққанмен шығарамыз. Көбейтілген 100% бар. Осы жерден просто П-ны шығарасыздар. П тең болады. Пи бөлесіздер, көбейтесіздер П қаныққанға, бөлесіздер 100%-ға. Есептейтін болсақ, 75% көбейтілген 2600 ба? 2,6 оның 3 дәрежесі бөлінген 100. Сол кезде бізде 27-ші есепте қанша шығады? 1,95 шығады. 1,95 оның 3 дәрежесі шығады. Бұл жауап мынау. Немесе 1920 шығады. Окей. Кетті ондай болса, ары қарай есептейік. Так. Жақсы, 28-ші есеп қайда? 28-29 бірге екен. Давайте тез шығарасылайық. Электр шамның ұштарында кернеу 5 болса, 5 есе кемісі дейді. Электр қуаты қалай өзгереді? Енді қуаттың мынау кернеу беріп тұр, кернеу, сосын кедергіні айтып тұр. Кедергі деген бұл бізде R. Кернеу мен кедергі беретін болса, қуат негізі тең болады қандай? U квадрат бөлінген R-ға тең болады. Қуаттың басқа да теңдеулері жетеді. I көбейтілген U, немесе I квадрат көбейтілген R, немесе бағана жазған соңғысы U бөлінген R деген теңдеулер бар, квадраттар. Осыдан қоямыз. Осы жерден қарайтын болсақ, кернеуді 5 есе кемейтін болса, квадраттаған кезде 25 болып кетеді. Кернеу 25 есе кемейтін болса, онда қуатта сәйкесінше 25 есе кемейді. Өйткені астында тұр болар. Өйткені тура пропорционал деп жадта боласыздар, иә? Так, 25 есе кемейді, сонымен жауап Е болады. Бұл жерде жауап біреу ғана. 29-ші есепте. 29-ші есепте нені тау керек? Сынап оның массасын тау керек бұл жерде. Массасын тапқан кезде масса ма? Жоқ, масса емес қой. Концентрацияны тау керек. Сынап оның концентрациясы дегенде концентрация еске түседі. Бұл N бөлінген V болады. То есть бізге N керек және көлем керек. Көлем беріп тұр, ауаның әр куб метр деген опыстар ма? Әр куб деген 1 метр куб деген сөз. То есть көлем беріп тұр, бұл бізде 1. Тек N ғана жоқ. N бізде жоқ. N-ді табу үшін зат мөлшерін теңдеу қолданамыз. Зат мөлшері N бөлінген мольдық масса немесе молярлық масса дейді. Так, ол тең болады N бөлінген NA-ға. Осы теңдеудің мына жағын қолдану арқылы біз нені шығарамыз? N-ді шығарып аламыз. То есть N тең болады. Қалай? M-ді көбейтеміз NA-ға, бөлеміз үлкен M-ға. Дұрыс. Так, масса берген, оның -8 дәрежесі. Көбейтесіз Авогадро санына. Авогадро саны 6,2, оның 23 дәрежесі немесе 6 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Бөлесіздер үлкен М-ға, бұл 200 көбейтілген оның -3 дәрежесі. Есептейтін болсақ, бізде 29-ші есепте не шығады? Так, 3 көбейтілген оның
16 дәрежесі шығады. Бұл жауап С жауап, және Д жауап, және F жауап. С, Д, F деген жауаптар болады. Хорошо? Окей, let's go. Келесі есебіміз бізде номері 30-шы есеп. Ең соңғы есепке жеттік. Бұл да қатты қиын есеп емес. Б деңгейіндегі есеп. Фотонның толқын ұзындығы берілген, H Планк тұрақтысы берілген, жарық жылдамдығы берілген, фотонның массасы мен энергиясын табу керек. Бірінші, фотонның энергиясы егер толқын ұзындығы және Планк тұрақтысы беретін болса, жарық жылдамдығы беретін болса, H С бөлінген лямбдаға тең болады. Екінші бір теңдеу бар, H ню деген. Екеуі бір-бірінен шығады ғой. Бірақ бізге мына жағы керек. Бірінші энергияны тауып алсамыз, ол дайын тұр, иә? H бөлінген лямбда деген теңдеу көріп тұрсыздар ма? H бөлінген лямбда деген теңдеу бірінші А жауап болады. Байқасаңыздар, да? Енді екінші нәрсе, заттың массасын табуымыз керек. Заттың массасын қаяқтан табамыз? Кез келген бөлшектің тыныштық энергиясы болады. Ол m0 с квадрат деген теңдеу. Байқасаңыздар, екі энергия тұр. Бірінші энергия көрсетер ма? H с бөлінген лямбда, екінші энергия m с квадрат бөлінген m с квадрат деп тұр. Демек, екі энергияны теңестіресіздер. Мынау энергия 1 болсын, например, мынау энергия 2 болсын, да? Энергия 1 мен 2-ні теңестірейін. Энергияны 2-ні теңестіретін болсам, бізде не шығады, балалар? Екі жағын қоя саламыз. H с бөлінген лямбда, мынаяқта просто m с квадрат. Енді екі жағында бірдей шама болса, оларды қысқартып жеуге тырысамыз. Получается, бізге с квадрат пен с қысқарып кетеді. Сонда бірінші теңдеуде h H бөлінген лямбда қалады. Мына жағында m с қалады. Осы жерден маған m керек. m-ді шығаратын болсам, h бөлінген қанша? Лямбда көбейтілген с деген теңдеу шығады. Бұл жауапты көріп тұрған шығарсыздар, да? H бөлінген лямбда көбейтілген с. Так, жауап қаяқта ол? Соңғы жауап сияқты H бөлінген лямбда көбейтілген с. Сонымен жауап бізде соңғы есепте А мен H шығады. Осымен балалар, бүгінгі нұсқамыз бітті. Сау, саламатта болыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақты қойсаңыздар болады комментарийға. Түсінген болсаңыздар, комментарийға да түсіндік деп жазсаңыздар, иә? Окей. Сіздерден үлкен поддержка күтеміз. Келесі нұсқада кездескенше.